Ұмытшақтық, қалжырау, ұсақ түйек нәрселерді есте сақтай алмау, үй мен қызметтің шаруасын жүйеге түсіре алмай, жүйкесі жұқару. Бұл эмоционалды күйзеліске ұшыраудың алғашқы белгілері. Артынша ашуланшақтық пен күйгелектік пайда болып, жұмысқа деген ынта жоғалады. Жүйкесі жұқарған жан айналасындағы жандармен араласуға да құлықсыз болады. Психоматикалық аурулардың қылаң беретіні де осы кез. Күйзеліске душар болғанда оның ең бірінші белгісі елмен қатар ұйықтап жатсың, бірақ ұйқың қанбайды, яғни ауыртпалықтың барлығы денеден басталады. Барлық қызығушылығы жоғала бастайды. Бұл бір күнде пайда болатын нәрсе емес, я болмаса бір айда адам бұған душар болмайды. 5 жыл, 10 жыл бойы күндегі жасайтын жаңағы іс-әрекеттер барлығы бір қалыпты бола береді. Бұл адамды, яғни іштей күйзеліске әкеп тірейді. Статистика бойынша қазіргі кезде әр саладағы қызметкерлердің, әсіресе әйелдердің 80% түрлі деңгейде эмоционалды күйзеліске шалдығады екен. Бұған қандай адамдар түседі? Ең бірінші барлық нәрсені ішінде сақтайтын және басқа адамдарға жақсы болсын дейтін, яғни өзін мүлдем ұмытып кететін адамдар болады. Бұл кеселдің алдын қалай алуға болады? Адам бірнеше ойды басына толтырып алады. Ол ойды реттеу керек. Басым ауырып кетті, шаршап кеттім, миым ашып кетті деген жағдай болады. Ол да адамның іштей күйзелісі. Ондай жағдайда күнде таңертең кем дегенде А4 форматта 3 парақ қағазды алып, күндегі ойланбаңыз, не жазам, қайтем деп, күнделікті сол басыңызға сол моментте не келіп жатыр, соның барлығын қағазға жазып шығарыңыз. Бұл әдісті жоқ дегенде бір ай қолданыңыз. Бір айдан кейін жазатын нәрсе таппай қаласыз. Яғни басыңызды артық керек емес ойлардан тазаладыңыз. Жұмыста мейлі отбасында болсын, қазіргідей екпіні қатты, серіппедей ширыққан қоғамда жүйкені стресстен толық сақтау, эмоционалды күйзелістен мүлде алыс болу мүмкін емес. Қозғалысты өте көбейтуіміз керек. Бұрын жасамаған нәрсені жасауымыз керек. Ол не? Жаңа адамдармен сөйлесу керек. Жұмыстың өзіне басқа жолмен бару керек. Жаяу барғанда да жан-жағыңызға қараңыз. Жан-жағыңыздағы басқа бір әлеммен танысыңыз. Күнделікті адам осындай күйзеліске тап болған кезде еш нәрсені көрмейді екен. Өмірімізге жаңалық керек. Жаңа кітап оқыңыз, дүкен аралаңыз. Күн тәртібін өзгертудің өзі адамға үлкен әсерін береді. Жүйкеге салмақ салатын сыртқы факторлардың әсерін барынша бәсеңдетуге болады. Жұмыс пен жеке өмірдің таразысын тең ұстап, тепе-теңдік сақтау керек.